Жұмыртқа қаншадан? 10 теңгеден. 15 жұмыртқаны 100 теңгеге бер. Мен айтпесе алмаймын. Жарайды, алыңыз. Бүгінге әлі сауда жүрмей тұр. 15 жұмыртқаны 100 теңгеге алып, 50 теңге олжалаған әйел сәтті сауда жасадым деп, өзін жеңімпаздай сезінді. Қарт саудагер Алла саған берекетін берсін деп қала берді. Кешкі уақыт жұмыртқа алған әйел су жаңа көлігімен дәмхана алдына келіп тоқтайды. Құрбысымен бірге кешкі ас ішпек. Екеуі құс сүтінен басқа барлық тамаққа тапсырысы беріп қояды. Дастарханда балық та құс еті де бар. Еуропалық адамдар құсап, дастархан этикасы деп тамақты тек түртіп қана қояды. Есептесуге шақырып еді, барлығы 15.000 теңге болып шықты. 20.000 теңге ұсынып, қалғаны қажет емес деп, әйел жомарттық танытты. Кафе қожайыны үшін 5.000 теңге дүние емес. Ол 5.000-ға бір шынаяқ кофе ішуі мүмкін. Бірақ жұмыртқа сатып күнелткен қарияға 50 теңге тәп-тәуір ақша еді. Бір күндік нанын да сатып алатын еді. Біз қызықпыз ғой. Ылғи кедеймен әлсіздерге күш көрсетеміз. Ал біздің ақшамызды қажет етпейтін бай дәулетті адамдарға мейлінше жомарттық танытқымыз келеді. Көшеде мұқтаж адамды көрсем, бір бай кісінің әңгімесі есіме түсіп кетеді. Бала күнімде әкем үнемі кедейлерден көкөніс, жұмыртқа, нан сатып алатын. Мұның барлығына өте көп ақша беретін. Әрине, қайтымын еш уақытта сұрамайтын. Біз бұл азық түлікті қажет етпейтінбіз. Әкемнің мұнысын мен жақтырмайтынмын. Өйткені мен ақша сұрасам, неге? Қанша дейтін. Әкем кедейлерге осынша жомарттық жасайтын ұнамайтын. Бір күні ақыр ішім жарылды. Мұныңыз не, әке? Адамды ұялтып, не қажеті бар осыншама көкөністің дедім. Әкем, балам, бұл құрметпен қапталған садақа, кедейлер намыс қой келеді. Олар еш уақытта қол жайып қайыршылық етпейді. Барға қанағат етеді. Маңдай термен тапқан нанды өте жақсы көреді. Сондықтан олардың өсірген көкөнісін, пісірген нанын алу мен үшін оларға көмектесудің үлкен бір мүмкіндігі дей. Көше бойынша 4-5 тауығының жұмыртқасын немесе үйіндегі жалғыз түп алмасын теріп, сатып тұрған адам құрметке лайық. Мүмкін болса, оның тауарын сатып алыңыз. Жылы лебізіңізді айтып, алғыс білдіріңіз. Өйткені олар адал еңбек етуде. Құрметті көрермендер, түсінгенге бұл да бір ой саларлық ғибрат ағайын.